ғылыми жұмысқа қойылатын бірқатар талаптар бар. Сол талаптармен танысып аламыз. Жақсы апай. Жалпы Ақбота ғылыми жұмысқа қойылатын талаптардың ішінде ең бірінші осы дарынды оқушыны таңдау, пәнге қызығушылығы және шығармашылық ізденісі жоғары оқушыны ғылыми жобаға тарту. Бұдан кейін бізде тақырып ғылыми жобаның басты өзегі және тақырып жоба бағытын анықтайды. Сондықтан тақырыптың өзегі өмірдегі көкейкесті мәселелердің шешімін таба алатындай болуына назар аударуымыз керек. Бұдан басқа да енді ғылыми жобаға жазуға қойылатын талаптардың ішінде тақырыпты айқындап алғаннан кейін ғылыми жобаның жоспарын құру, мақсат міндеттерін анықтау. Мақсат міндеттерін анықтағаннан кейін жоба барысында оқушы міндетті түрде зерттеу күнделігімен жұмыс істейді. Зерттеу күнделігі жұмыс басталғаннан бастап зерттеу күнделігін жазып отырады. Енді содан басқа мына жобаның қосалқы құжаттары бар. Ол аннотация жазылады үш тілде: қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде. Одан басқа аннотацияда негізінен жаңағы жұмыстың негізгі бөлімі қысқаша түйіндемесі беріледі. Одан кейін кіріспе бөлім. Сол кіріспе бөлімде жұмыстың өзектілігі және тақырыптың мақсаты мен міндеттері жазылуы керек. Негізгі бөлім кетеді. Негізгі бөлімде зерттеу материалы мен әдістері, эксперименттік бөлімі, жұмыс нәтижелерді, оларды талқылау бөлімі. Соңғысы қорытынды бөлім. Қорытынды бөлімде нәтижелер мен ұсыныстар беріледі. Ең соңынан пайдаланған әдебиеттер тізімі. Осындай бағытпен жұмысты жазғанбыз. Енді сонымен қатар ғылыми жетекшінің пікірі керек бұл жерде, және жоғарғы оқу орнындағы ғалымдардың жоба туралы рецензиясы керек. Жақсы апай. Бізде ғылыми жобамыздың тақырыбы ертіс өзенінің шаруашылықта пайдалану мәселелері. Бұл тақырыпты таңдап алуымыздың себебі су тіршілік көзі, сусыз өмір жоқ демекші. Қазақстан 2030 стратегиясында да негізгі мәселелердің бірі болып отыр. Осыған орай Қазақстандағы ең ірі өзен трансшекаралық ертіс өзенінің шаруашылықта пайдалану мәселелері деген тақырыпты таңдап алдық. Ғылыми жобамның өзектілігі Қазақстан Республикасы аумағындағы ертіс суының ластануының нәтижесінде ағын суының режимі өзгеріп, ауыл шаруашылығында пайдаланатын көп жерлердің, жайылма жерлердің су басуына, ал кейбір аймақтарда керісінше қуаңшылықтың пайда болуына әсерін тигізіп отыр. Ғылыми жобамыздың мақсаты жаһандық геоэкологиялық өзгерістер аясында ертіс өзенінің геоэкологиялық салдарын біріншіден анықтап аламыз, және сол оңтайландыру мақсатында әртүрлі шараларды ұсынатын боламыз. Жобамыз кіріспе, негізгі бөлім, қорытынды бөлім, пайдаланылған әдебиеттер тізімінен тұрады. Ғылыми жобамыздың негізгі бөлімінде ертіс өзені туралы жалпы географиялық сипаттама жасадық. Ертіс солтүстік мұзды мұхит алабында орналасқан өзен Қазақстан жерінде Шығыс Қазақстан облысы, Павлодар облысы арқылы ағып өтеді. Жалпы ұзындығы 4248 километр. Соның 1698 километрі Қазақстан жерін алып жатыр. Осыған орай осы Шығыс Қазақстан облысын біз 3 физиографиялық аймаққа бөліп қарастырдық. Алтай таулы елі, Қазақтың ұсақ шоқпары және Батыс Сібір жазығы деп 3-ке бөліп қарастырдық. Статистикалық ақпараттарға сүйене отырып талдау жүргіздік. Осыған орай қысқаша сипаттайтын болсақ, Қытай Халық Республикасы шекарасынан бұқтырма бөгеніне дейін ертіс суын ең көп пайдаланатын өнеркәсіп қажеттіліктеріне 80%, 10% тұрмыстық сумен жабдықтауға, 4% ауыл шаруашылығына, 6% балық шаруашылығына пайдаланады екен суды. Сонымен қатар ертіс өзені трансшекаралық өзен болғандықтан 1990 жылдан бастап Ресей Федерациясымен, 2001 жылдан бастап Қытай Халық Республикасымен трансшекаралық өзенді пайдалану және қорғау туралы комиссия құрылып, елдер арасында келісімшартқа қол қойылды. Сонымен қатар осы ертіс өзені бассейнін мемлекеттер бойынша бөлу туралы
статистикалық ақпараттарға сүйене отырып талдау жасадық. Ертіс өзенінің ең көп суын пайдаланатын Қазақстан Республикасы 53%, 44%-ын Ресей Федерациясы, 3%-ын Қытай Халық Республикасы суды тұтынады екен. Зерттеу жұмыстарын жүргізген кезде Ертіс өзенін ең көп ластайтын өнеркәсіп орындары екен. Осыған орай біз үшке бөліп қарастырдық. Қара Ертіс, Ертіс Шығыс Қазақстан облысы, Ертіс Павлодар облысы. Осы аймақтардағы өнеркәсіп орындары ластану түрлерін айқындап алдық. Мысалы, Қара Ертісте темір, ертілген оттегі, марганец, мыс, мұнай өнімдері. Ертіс Шығыс Қазақстан облысында темір, ертілген оттегі, мыс, мұнай өнімдері. Ертіс Павлодар облысында оттегінің биологиялық тұтынуы темір, мыс, мұнай өнімдері. Мысалы ретінде Павлодар қаласындағы Химпром зауыты лас суды Ертіс өзеніне ағызуының нәтижесінде Ертіс өзенін сынаппен ластаған болатын. Ластану көрсеткіштеріне сүйене отырып, Ертіс өзенін 3 аймаққа бөлдік. Ластану индекстеріне байланысты Аркез бағдарламасы арқылы электронды картамызды құрастырдық. Зерттеу нәтижесін тұжырымдайтын болсақ, біріншіден трансшекаралық өзендер үшін суды пайдалануда басқару жүйесі мемлекет аралық, мемлекет ішілік және аймақтық болу керек. Екіншіден, бассейндегі суды пайдалануда нормаларға сай болуын қадағалап отыру керек. Үшіншіден, бассейндік гаж құру керек. Оның міндеттері мынандай болу керек. Біріншіден, жедел ақпарат жинау, яғни мониторинг жүргізу. Екіншіден, қазіргі жағдайын бағалау. Үшіншіден, болашақ жағдайына болжам жасау. Және соңғысы суды үнемдеу технологияларын енгізу және ағызылатын судың көлемін азайту. Қорыта келе, экономикалық пайда көзін іздеп, трансшекаралық өзендер суын пайдалануда табиғи тепе-теңдікті сақтамайтын болсақ, экологиялық апатқа ұшырауы мүмкін. Су экожүйені сақтап қалу үшін ең біріншіден ертіс суын режимін дұрыстау қажет. Екіншіден, шаруашылықта дұрыс пайдалану. Үшіншіден, өнеркәсіп орындарындағы ластану көздерін азайту. Төртіншіден, белгілі бір уақыт аралығында Ертіс өзеніне мониторинг жүргізіліп отырылуы қажет. Ақбота, жалпы ғылыми жұмыстың талаптарын бәрін білдің. Енді осы бағытта оқушымен жұмыс бастасаң болады. Жақсы апай, рахмет сізге ғылыми жобаның қалай жасалу керек екенін бағыт-бағдар бергеніңізге. Осылай енді оқушымен әрі қарай зерттеу жұмыстарын жүргізетін боламыз.